Бұл сериал Сағадат Нұрмағанбетовтың 100 жылдығы қарсаңында түсірілді. Ең басты көтеретін ой ол ең бірінші адамгершілік, достық, отанға деген махаббат, батылдық. Сол тақырыптар аясында біздің әрбір сюжеттік линиямыз құрылды. Актерлер жұмыс барысында өздерінің рөлдерін жақсы сомдап шықты деген ойдамын. Өйткені олар алдын ала осы институтқа келіп, бүкіл жаттығуларын жасап, дайындалған болатын. Өзін осы қатарындағы курсанттарға ілесіп, олардан қалмауға тырысты. Сценарий жағынан да біз осы институтты оқып бітіріп кеткен офицерлерден сұхбат алдық. Олар өздерінің басынан өткен қызықты оқиғаларын бізге айтып берген болатын. Осының бәрін жинастырып, біз ауқымды, терең бір ой қозғайтын сценарий жазуға тырыстық. Әскери ант сериалының кастингіне қатысып, осы жобаға өткелі бері өмірімде көп нәрсе өзгерді. Өйткені мен осы сериал арқылы ата-анамның арманын орындадым деп ойлаймын. Өйткені ата-анам, әкем де, анам да, ағам да, әпкем де, әпкемнің күйеуі жездем де, бәрі менің осы әскери адамдар. Ата-анамның көз қуанышы болып жатқан жайымыз бар. Авоку ол біздің әкеміз оқыған жер, ағам оқыған жер, сондықтан бұл жер маған ешқандай да жат емес, ыстық болған жер. Енді өзім де осы жерде жаттым, 3 ай бойы түсірілді. Ең ыстық кездер есімізде қалып қояды. Сондықтан сол бір естелікке толы, ыстыққа, махаббатқа толы сериалды көруге барша көрермендерді шақырамыз. Қазақстан ұлттық телеарнасы 22 сәуірден бастап 21:30-да.